республикалық профилактикалық іс-шара өтіп жатыр. Оның басты мақсаттары жол жүру ережесін В рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками отделения административной практики совместно с полком патрульной полиции, а также с местной полицейской службой проведена профилактическая беседа с водителями автобусов, занимающимися международными перевозками, а также на наличие технического состояния. Мысалға келтіретін болсақ, осындай өрескел қателіктер, яғни техникалық қауіпсіздік жағынан бұл көлік жолға шықпау керек. Егер де ішіне кіретін болсақ, ішінде көріп тұрсыздар, мынандай төсек орындар орнатылған, алайда бұлардың рұқсат қағазы жоқ. Сол себептен аталған автобус айып тұрағына жөнелтіледі.